Карпаныш. Ильяс Карпаныш. Нурбеков Наиль. Бүгін қылмыстық құқық бойынша жаңа тақырып бізде өткізетін сабағымыз тақырыбымыз жазаның түсінігі және мақсаттары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол жазаның түсінігі, жазаның белгілері, мақсаттары туралы мағлұмат беру, олардың негіздері, қылмыстық құқық туралы ақпарат беру, қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі тақырыптарын қорытындылау болып табылады. Және оқушыларды осы өздеріңіздің таңдаған мамандықтарыңызға жауапкершілікпен қарауға, адамгершілікке тәрбиелеу. Сонымен қатар сіздерді заңмен жұмыс жасау, логикалық ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын біз өткен тақырыптарымызға шолу жасап өтсек, біз өткен тақырыпта қылмысқа қатысу тақырыбын өткен болатынбыз. Қылмысқа қатысу дегеніміз не? Қылмысқа қатысушылардың рөлдері туралы қарастырған болатынбыз. Яғни қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойынша өткен тақырыптарды шолу жасау үшін біз кішігірім ойын түрінде жаңағы сабақ дайындаған болатынбыз. Мына жерде сызба сіздерге беріледі. Сол сызбаны сәйкестендіру бойынша сіздер тапсырманы орындайсыздар. Бір оқушы тақтаға шығады, қалғандарыңыз орныңызда отырып, телефоннан кіріп орындаймыз. Бағаларымыз сол жаңа мына жерде ссылкамен шығып тұрады, сондықтан барлығымыз кіріп орындаймыз. Тақтаға кім шығады? Орындау үшін тапсырманы. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойынша ерте шығады. Қалғандарымыз телефоннан кіреміз, балалар бос отырмаймыз. Телефондарымызды қосып, ссылка жіберілді, жаңа сол ссылкаға кіріп, ссылкамен орындаймыз тапсырманы. Мына жерде жаңағы дұрыс жауабын тауып, дауысын қақтыға шығарып, бірінші сұрақты оқы, сосын жауабын айт. Одан кейін сәйкестендір. Жарай ма? Бірінші сұрағым, қайсысы болады? Сұрағым қара бірінші. Қылмыстық қол сұғушылықтың қылмыстық қол сұғушылықтар, қылмыстық заң бойынша қорғалатын қоғамдық қатынастар дейді. Ол не? Көрінбей жатыр ма? Бұл не екен? Қылмыстық қол сұғушылықтар, қылмыстық заң бойынша қорғалатын қоғамдық қатынастар. Сұрағыңызды әкеп, мына жерге қойыңыз. Келесі сұрақ, қандай сұрақ? Қылмыстық заңға түсіну. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес республика парламенті қабылданған парламент қабылдаған құқықтық акт деп түреді. Қылмыстық заң дегеніміз не? Іс-әрекетті жасаған және заңға сәйкес сол үшін қылмыстық жауаптылықты көтеруге қабілетті адам. Ол кім? Қылмыс жасаған үшін жауаптылықты көтере алатын адам, ол субъектісі болады. Адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін меншікті ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қоршаған ортаны Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын сақтау. Қылмыстық заңның міндеттері. Қылмыс кодексте айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі жазалау көтермен тыйым салынған айыпты жасаған қылмыс қылмыс деп аталады. Рахмет.
Дұрыс, барлығымыз орындадық па балалар? Міне мына жерде сіздердің жауаптарыңыз шығып жатыр. Осы бойынша бағаларыңыз қойылатын болады. Ары қарай енді біз жаңа тақырыбымызды бастаймыз, иә? Бүгінгі тақырыбымыз дәптерімізге жазып қояйық. Жазаның түсінігі және мақсаттары. Жазаның түсінігі және мақсаттары. Тақырыпты жазып аламыз. Қылмыстық жазаның түсінігіне тоқталамыз ең бірінші. Енді бұны қарастыратын болсақ, жаза дегеніміз ол сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жазып қойыңыздар дәптерлеріңізге. Яғни заң бойынша белгіленген жаңағы қылмыстық заң бойынша жаза жалпы ол қылмыстық заң бойынша тыйым салынған қоғамға қауіпті әрекетті жасаған адамға қолданылатын шара. Ол жаңағы сот үкімі бойынша ол адамға жасаған әрекеті үшін белгіленеді екен. Мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы деп айтып тұр. Яғни бұл жерде жаңағы бұл қоғамдық қылмыстың қайталануының алдын алу, басқа адамдардың қылмыс жасамауының алдын алу шарасы ретінде қолданылады екен. Ары қарай қылмыстық шара дейді. Ол мемлекеттік күштер шарасы ретінде қылмыстық заңмен ғана белгіленеді. Күштер шарасы ретінде қылмыстық жазаны мемлекет атынан тек қана сот тағайындайды. Жазып қоямыз. Ең маңызды деген мағлұматтарға да жазып жатырмыз. Қылмыстық шара ретінде ол қалай қолданылады екен. Яғни мемлекеттік күштер шарасы ретінде ол тек қана қылмыстық заңмен белгіленеді. Яғни адам ол өзімен өзі белгілі бір қоғамға қауіпті әрекетті жасады екен деп, оны кез келген адам жауапқа тарта алмайды. Ол үшін тиісті заң бар. Сол заң бойынша адамды жауапқа тартады. Және оны тек қана сот тағайындай алады екен. Ары қарай қылмыстық жазаның басқа мемлекеттік күштер шараларынан ерекшелігі дейді. Ең басты ерекшелігі ол жаңағы жазаны қолдану кінәліге барлық уақытта сотталғандық туралы атақ береді екен. Яғни қылмыс жасаған адамға жаза тағайындалған кезде ол адам жазадан босатылып шыққан күннің өзінде ол адамның сотталған деген атағы сақталады әрқашанда. Ең басты ерекшелігі сол. Ары қарай жазаның мақсаттары. Жазаның мақсаттары ол әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның басқа да адамдардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу болып табылады. Яғни бұл жерде жаңағы әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру деп тұрғанымыз, бұған тоқталатын болсақ, ол әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру қылмыс жасаған адамға жаза тағайындау кезінде қылмыс жасаған адамның жеке басын негізге ала отырып, оның қылмыс жасауының жаңағы кінәнің нысанын қарастыра отырып, сонымен қатар қылмыс жасаған кезде, қоғамға қауіпті әрекетті жасаған кезде ол адамның жаңағы жағдайын ескере отырып, ол адамға тиісті түрде, заңды түрде әділ жаза тағайындау екен. Әділеттілікті қалпына келтіру деген. Және жазаның ең басты мақсатының бірі ол басқа адамдардың бұл қылмысты қайталап жасауының алдын алу болып табылады. Мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде ол жаза адамды жазаның мақсаты ол мемлекеттік күштер шарасы ретінде қолданғанда оның мақсаты жаңағы адамды қорқыту, немесе ол адамға психологиялық жағынан болсын, психикалық күштеу қолдану, немесе тағы да басқа
жағдайда ондай мақсат емес. Жазаны қолданудың мақсаты ол адамның қылмыс жасауынан қорғау болып табылады. Ол адамның жаңағы қоғамға қауіпті әрекетті жүзеге асырмауынан сақтау, яғни оны басқа адамдардың да қайталамауын қамтамасыз ету үшін жаңағы қылмыстық шара қолданылады екен. Және қылмыстық жазаның мемлекеттік күштер шаралары деп айтып жатырмыз, мына жерде. Мемлекеттік күштер шаралары тағы да басқа қандай түрлері бар? Қылмыстық шарадан басқа. Қылмыстық жазадан басқа бізде құқық саласы бойынша қоғамдық қатынастар көп қой. Оның ішінде қандай атай аламыз? Азаматтық құқықтық қатынастар бар, әкімшілік құқықтық қатынастар бар, тәртіптік деп айтамыз. Бұның бәрі жаңағы өз саласы бойынша кез келген құқық саласында ол құқық бұзушылықтар орын алуы мүмкін. Сондықтан жаңағы мына жерде күштер шарасы ретінде ең жоғарғы жаза бұл жерде ең жаңағы қалай айтсақ болады. Мысалы біз қылмысты айтамыз ғой, қоғамға қауіптілік дәрежесі жоғары басқа құқық бұзушылықтармен салыстырғанда деп. Сол сияқты жазаның да мәжбүрлеу шарасы ретінде қолданатын дәрежесі жоғары болып табылады екен. Мысалы, азаматтық құқық бұзушылықта, әкімшілік құқық бұзушылық жасаса да адамдарға жауапкершілікке тартылады, бірақ ол адамдар сотталған деген атаққа ие болмайды. Бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстың айырмашылығын қалай айтамыз? Қылмыс пен әкімшілік құқық бұзушылықтың қандай айырмашылығы бар? Қылмыстық құқық бұзушылықта адамға сотталды деген атақ беріледі. Иә, ол ең басты ерекшелігі. Дұрыс айтасыздар, сотталған деген атақ беріледі. Сосын жауапкерлік дегеніміз ол айыппұл салу арқылы және де мысалы біздің салаға келетін болсақ, егер де бір адам жол ережесін бұзатын болса, оның арнайы бір мерзімде жеке куәлігінен, яғни жүргізуші куәлігінен айырып тастайды. Сондай, яғни оны көлік қолдану құқығына шектеу жасайды. Дұрыс айтасыз. Бұл жауапкершілік ретінде қолданады, бірақ ол адамға сотталған деген атақ берілмейді. Сонымен қатар, яғни әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстың ең басты айырмашылықтары ол қоғамға қауіптілік дәрежелеріне байланысты болады. Яғни қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесі әкімшілік құқық бұзушылықтан қарағанда жоғары болып табылады. Яғни жаза тағайындау кезінде де ол адамға тағайындалатын жазаның да дәрежесі соған сәйкес жоғары болып табылады. Сол сияқты жаңа өздеріңіз айтып өткендей әкімшілік құқық бұзушылықта адамға сотталған деген атақ берілмейді, қылмыста сотталған деген атақ беріледі. Мына 4 анықтаманы дәптерлерімізге жазып аламыз қазір. Бүгінгі жаңағы келесі сабақтарда біз жазаның түрлерін, жазаның жүйесін жеке-жеке қарастыратын боламыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша жаза дегеніміз сонымен не екен? Балалар? Оның ерекшелігі қандай? Жазаның қолданудың ерекшелігі не екен? Яғни қылмыстық жаза ол кінәлі деп анықталған қоғамға қауіпті әрекетті жасаған нақты жаңағы осы әрекетті жасады деп дәлелденген адамға ғана тағайындалады ол. Және оны сот мемлекеттің атынан тағайындайды. Енді келесі тапсырмамыз ол жаңағы тағы да қылмыстық бойынша біз мынадай
жерде міне мәтінді аяқта қылмыстың құрамының белгілері дейді. Мына жерде қылмысқа қатысушылар туралы жаңағы ақпараттарды беріп, толтырып жазамыз. Тапсырманы тақтада орындаймыз. Қазір тақтаға жеке-жеке 3 қағаз шығамыз, балалар? Жаңа мен көрсетіп өткен сызбаны орындайтын боламыз. Күн шығады тақтаға. Келіңіз. Анықтамасын берейік бірінші, Қылмыстық кодекс бойынша жазалау қатерімен тыйым салынған қауіпті әрекет және әрекетсіздік. Ол қылмыс деп аталады. Қылмыс деп аталады. Қалғандарымыз қатысып отырамыз, дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар қажет болса. Қасақанал келей немесе жанама еркін жасалған әрекет және немесе әрекетсіздік. Абайсыздықта мемлекетпен немесе немқұрайлылықпен жасалған әрекет.
қоғамның белгілері дейді, 4 белгісі бар екен. Біріншісі жазылыпты. Қылмыстық құқыққа қайшылық дейді. Екіншісі қоғамға қауіптілік. Аха, жазалым. Қоғамға қауіптілік. Келесі. Кінәлілік. Дұрыс. Төртінші белгісі қандай? Жазаланушылық. Жазаланушылық. Дұрыс айтасыз. Яғни қоғамға қауіпті қылмыстық топ бұзушылық жасалған кезде осы 4 белгі міндетті түрде сол әрекетте болу керек. Егер бұл 4 белгінің біреуі жоқ болса, ол қылмыс деп таныла ма ол әрекет? Жоқ. Яғни ол әрекет қылмыс деп танылмайды. Қылмыстық жауапқа тартудың басты негіздері осы. Келесі, үшінші тапсырмамыз бар. Мына жерде қылмысқа қатысу деген тақырыпқа арналған. Келесі кім шығады мына тапсырмаға? Қылмысқа қатысу екі немесе одан да көп адамның құқық бұзушылықты қасақана бірлесе орындау. Дұрыс. Жазуын көрмеу. Орындаушы дегеніміз қылмыстық құқық бұзушылық тікелей жасаған немесе оны жасауға көмектескен адам. Жасауға бірлесе орындаған адам.
ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен адам. Қылмыстық ұйымдастырған, иә? Өте жақсы. Бұл өткен тақырыптар бойынша біздің жаңағы ойымызға түсіріп қайталауымыз мүмкін. Енді келесі тапсырмаларымыз бұл жаңағы біз қылмыстық құқық бойынша жалпы бөлімін қорытындылау ретінде мен жаңағыдай сіздерге мынадай тарауларға бөліп сұрақтарды айтатын, 3 тарауға бөліп. Бұның әрқайсысының ішінде сұрақтар белгіленген. Сол сұрақтарға жаңағы жалпы қылмыстық құқыққа толығымен тоқталып өту үшін жауап береміз қазір. Мұнда бірінші, екінші, үшінші бөліктер бойынша сұрақтарға жауап береміз. Мен қазір ашып отырамын, сіздер жауап бересіздер. Қылмыстық құқықтың жүйесі дейді. Қылмыстық құқықтың жүйесі. Кім айтады? Мерей. Қылмыстық құқық жүйесі жалпы және ерекше бөлімдерден тұрады. Даусымызды шығарып айтамыз. Жаңағы балалар. Келесі, мына жерде дұрыс жауап көрейік. Дұрыс. Келесі, екінші сұрағымыз қандай екен? Қылмыстық заңның кері күші дейді. Ал айтамын. Іс-әрекеттің қылмыстылығын және жазаланушылығын жоятын, немесе кейбір жағдайларда жазаланушылық жағдайын жақсартатын заңның кері күші болып саналады. Келесі сұрақ. Қылмыстық теріс қылық дегеніміз не? Кім жауап береді? Қылмыстық теріс қылық дегеніміз не? Кім жауап береді? Балалар. Мөлдір айтады. Мөлдір қайда? Ал жауап береді. Қылмыстық теріс қылық дегеніміз қоғамға зор қауіп төндіретін, қоғамға зиян төндіретін айыпты жасаған іс-әрекет. Толық емес, жауабымыз. Жарайды, отырalım. Келесі. Әділеттілік принципі. Әділеттілік принципі дегенімізде ең оңай сұрақ. Жаңа қылмыстық жаза қолданған кезде қолданылатын ең маңызды принциптердің бірі. Айта қояйық. Бір қылмыс үшін ешкімді де қайталап жауапқа Жазаған қылмыс үшін ешкімді де қайталап қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Дұрыс. Келесі. Қатысып отырамыз балалар, бұлдар. Қылмыстық заңның міндеттері қандай? Қылмыстық заңның міндеттері сол адам және азаматтың құқықтары мен өзінің меншікті мүдделері және де ұйымдардың құқықтары мен мүдделері қоғамда Қазақстан Республикасының конституциялық аумақтық тұтастығын сақтау және де қылмыстық құқықтың алдын алу. Келесі сұрақ. Бұл өткен тақырыптар бойынша балалар беріліп жатқан сұрақтар. Жауап береміз балалар. Басқа ауылдар мына жерде неге үндемей отырмыз? Мирас. Ерекше бөлімнің баптарының құрамы қандай? 2-ге бөлінеді. Орнымыздан тұрамыз. Ерекше бөлімінің баптарының құрамы толық айтамыз. Жауап беріп отырыңдар. Қатысып отырамыз сауатқа. Келесі. Қылмыстық құқықтың қандай принциптері бар? Адамдар. Нұрасыл.
Иә. Дұрыс. Дауыстарыңды шығармайтындар кішкене. Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы. Кім жауап береді? Айтамын. Іс-әрекеттердің қылмыстылығымен жазаланушының сол іс-әрекет жасалған уақытты қолданыста болған заңмен Дұрыс. Яғни бұл дегеніміз не? Яғни қылмыс жасаған сәтте қолданыста болған заңмен жаңадан заң қабылданып жатқан күннің өзінде жаңа қоғамға қауіпті әрекет қай кезде орын алды, сол кездегі заңмен қолданылады деген сөз, иә? Келесі сұрағымыз мына тараудағы ең соңғы сұрақ, санкцияның түрлері қандай? Басқа айтатындар жоқ па, Аружаннан басқа? Санкцияның қандай түрі бар? Шалқар. Салыстырмалы, айыпты, Баламалы айтты. Дұрыс. Келесі тарауымызда шәрілді. Мына жерде тақырыпқа қараңдар, балалар, қылмыстың ұғымы және құрамы. Яғни осы тақырыптар бойынша беріледі сұрақтар сізге. Қылмысқа түсінік береміз. Қылмыс дегеніміз не? Аржақты отырғандар, Қуаныш, Арсен. Қылмыс дегеніміз не? Анықтама беріңдер. Түсінік. Қандай құқық бұзушылық? Қылмыстық кодекс айыппұл салу, түзеу жұмыстары. Иә. Бас бостандығынан жазаға тартылды. Осы жазаларды тағайындау арқылы жүзеге асырылады. Келесі сұрақ. Отыр. Сабақты қайталау керек көбірек. Қылмыстың санаттары. Қылмыстың санаттары, Арсен. Аса ауыр емес, және орташа ауыр, одан кейін ауыр, одан кейін аса ауыр. Аса ауыр. Төртеуі. Онша ауыр емес, қылмыстан басталады, иә? 4 санаты бар қылмыстың. Жаттап алатын уақыттарын болды. Қылмыстың қандай белгілері бар? Кім айтады? 4 белгісі. Жаңа ғана сол бойынша сызбада отырдық қой, балалар. Серікбол, неге үндемей отырмыз? Құқыққа қайшылық, қоғамға қауіптілік, кінәлілік, Иә? жазаланушылық. Жазаланушылық, дұрыс. Кінәнің нысандары. Кім айтты? Дұрыс, молодец. Қасақана жасауға қылмыс дегеніміз не? Мына жерде сөйлемей отырған балалар. Жауап береміз. Айтамыз. Қасақана жасалған қылмыс. Қасақана жасалған қылмыс. Иә, немесе жанама ниетпен жасалған қылмыс. дұрыс. Молодец. Келесі сұрақ. Абайсыздықта жасалған қылмыс. Қыздардан басқа, ал Еркежан. Арсен. Арсен қол көтеріп отыр. Ал Арсен айтсын. Менмендікпен немесе немқұрайлықпен жасалған. Ой, молодец. Келесі сұрақ. Қылмыс құрамының қандай элементтері бар? Ұлдар, мына жерде үндемей отырмыз. Кім айтады? Ал айтамын. Қылмыс құрамының элементтері. Объективтік жағы, Субъективтік жағы. 4 элементі бар қылмыс құрамында. Енді жекелеген элементтері. Қылмыстың объективтік жағы дегеніміз не? Кім жауап береді? Еркежан. Қылмыс жасаған адамның мінез-құлқының сыртқы көрінісі болады. Дұрыс, молодец. Енді келесі тарауды қарастырайық, балалар. Мына жерде қылмысқа қатысушылардың біреуі қарастырылған, иә? Айдап салушы дегеніміз кім? Иә, айдап салушы деген кім? Айша. Басқа адамды қорқыту, параға сатып алу және сол сияқты әдістер арқылы қылмыс жасауға көндірген адам. Дұрыс. Дұрыс.
қарастырылған әрекеттер және әрекет. Келесі қылмысқа қатысу дегеніміз не? Жаңа ғана сызба толтырдық қой. Қылмысқа қатысу дегеніміз не? Кім жауап береді? Ең оңай. Айтамын. Немесе одан да көп адамдардың қасақана қылмыстық құқық бұзушылыққа жасаған қасақана бірлесе қатысуы. Келесі қылмысқа қатысушылардың қандай түрлері бар? Жаңа ғана толтырылған сызба, жоқ Аружаннан басқа. Мүлдем сөйлемей отырған балалар бар мына жерде. Серік бол айтамын. Ұйымдастырушы, орындаушы, айдап салушы, және де көмектесуші. Дұрыс. Келесі сұрақ. Есі дұрыс еместік дегеніміз не? Асанәлі. Есі дұрыс еместік дегеніміз не? Біз айтамыз, қылмыстың субъектісі бола алады, есі дұрыс 14 немесе 16 жасқа толған адамдар, өзі жасаған әрекетіне жауап бере алатын адамдар, олар қылмыстың субъектісі бола алады деп айтамыз. Мына жерде есі дұрыс еместік деген не деп сұрапты? Яғни ол Қылмыстық кодекс бойынша көзделген қоғамға қауіпті іс-әрекет жасалған уақыт есі дұрыс емес деп болған. Яғни созылмалы психикалық ауру. Иә, дұрыс. Жарайды, дұрыс. Енді бір сұраққа жауап берейік, сосын аяқталған қылмыстық бұзушылық деген не? Кім? Мөлдір айтады. Қылмыстық кодексте көзделген қылмыс құрамының барлық нысандары, қылмыстық кодексте көзделген қылмыстың құрамының барлық белгілері бар болса, ол аяқталған қылмыс деп аталады. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымыз ойдағыдай өтті деп ойлаймыз, иә? Бүгін қарастыратын жаңа сұрақтарымыздың барлығын толыққанды қарастырып өттік. Сондықтан жаңағы сабаққа барлығымыз белсене қатысып отырған оқушылар бар мына жерде. Мына жерде кімдер жаңа жақсы қатысқан? Бесбағы, Асанәлі, Аружан, Мөлдір, Айшат, Еркежан, Жандос, Серікбол, Алинұр қатысып отыр мына жерде. Нұрасыл жауап берді сұраққа. Молодец. Бағаларымыз журналға бағаланып қойылатын болады. Енді үй тапсырмасы. Жаңағы Ағыбаев жалпы бөлім қылмыстық құқық бойынша 159-178 беттерді қарастырып келеміз. Бұнда жазаның түсінігі мен мақсаттары қарастырылған. Үйге беруге тапсырмасы olur. Жарайды, рахмет сіздерге, сау болыңыздар.